Бұрынғыларда уәжге тұру деген болған. Тағы да осы жерде бір айта кететін нәрсе бар халайық. Кейбір адамдар айтады, мен намазды дейді, пенсияға шыққасын оқимын дейді. Бірақ сол пенсияға шықса да оқымайды. Соларға таң қалып жүрме сол кісілерге. Үндемейсіз ғой енді, басында айтарсыз, пенсияға жетесіз ба, жетпейсіз ба дейді. Бір Құдай жеткізіп қалды ол кісіні. Бірақ енді көрсеңіз, шашына ақ түскен, тістері қалмай, беттері әжім болып, баяғы жігіттіктен қауқар қалмаған кісілер енді отырып, енді намазға жүгінетін шығар десеңіз, қартаменен отырып ойнайтыны бір домино ма, бір бәлелерді шұқылайды. Намаз оқы десе, ондай болмайды. Өздеріңізден үлкен бұрынғы қауымды қараңыздар. Сол кісілер, мысалы, тіпті Советтің дәуіріндегі қалған сөз ғой бұл себебі, Советтен қорқып. Мен пенсияға шықсам оқимын деді. Сол кісілердің енді бір шеттің аяқ жақтарын көрдік біз. Пенсияға шығады, намазын оқып кететін. Шыққан күн, ол милиция болса да, кезінде бір партком ба, бір бәле болса да, пенсияға шыққан күннен бастап намазға келе бастайтын. Өзі, мысалы, партком болып, Құдай жоқ деп қолына ұрандап жүрген кісілердің өздері. Пенсияға шықты ма, бәрібір өзінің дінінен, өзінің ұлтынан, шегінен шығып кетпейтін. Келіп, мешітке келіп, басын сәждеге қойып, басына тақия киіп отыратын сол қариялар. Соларды көрдіңіздер. Ал қазіргі қарияларды қараңыздар. Пенсияға жетсем намаз оқимын дейді. Жақсы, жетсін, бірақ оқымайды. Енді не дейді? Бұрынғыларда